Месси жалпы Барселонадан кететіндігі енді ешкімге құпия емес шығар. Шайнама! Ну нахер. Ой, шли ондай емес. Сәлем достар, менің YouTube арнама қош келіпсіздер. Жалпы достар, сіздерді құттықтаймын. Жаңа ғана осыдан бірер сағат алдын аяқталған матчта Қазақстан ұлттық құрамасы Литва ұлттық құрамасынан 0-2 есебімен қонақта басым түсті және ұлттар лигасындағы өзінің алғашқы матчын жеңіспен бастады. Осылай жалғаса береді деген ойдамыз. Жалпы бүгінгі тақырып бұл емес, жалпы бұл жай ғана еске салып кету. Жалпы бүгінгі күннің басты тақырыбы бірнеше апта бойы жалғасып келе жатқан тақырыпқа нүкте қойылды. Лионель Месси жалпы Барселонадан кетпейтін болды. Алайда осы Қазақстан мен Литва арасындағы матчты тағы бір рет айта кетпесем, бұл әрине елімнің алдында әрине ұят болғаны болар. Сондықтан айта кетейін, Қазақстан ұлттық құрамасы өте жақсы ойын көрсетті. Әрине екінші таймда кішкене ойын қарқыны бәсеңдеп қалғаны рас. Алайда Қазақстан ұлттық құрамасы сол бір жинақылық жағынан өте керемет ойын көрсетті деп айтуға болады. Және өткен жолғы видеода айтып кеткендей, осы легионерлер Марат Быстров та, Бауыржан Исламхан да, Бахтияр Зайнутдинов те өте керемет ойын көрсетті. Бауыржан Исламхан голдық пас берді және Бахтияр Зайнутдинов гол соқты және Оренбург клубының бұрынғы қорғаушысы енді қазір Исламбек Қуат та гол соқты. Жалпы легионерлер осы ойында өздерін жалпы не үшін шетелде ойнап жүргенін және не үшін Қазақстан атын танытып жүргендігін тағы бір рет көрсетті деп айтуға болатын шығар. Жалпы Қазақстан ұлттық құрамасы осы қарқынынан таймасын деген ниеттеміз. Жалпы өте керемет ойын, жақсы жеңіс құтты болсын. Ал енді Мессидің тақырыбына оралсақ, Месси жалпы өзінің кетпейтіндігін айтып өтті. Жалпы ол Барселона жанкүйерлерінің әрине қуанышында шегі жоқ шығар. Дәл қазір мен де қуаныштарына ортақпын. Алайда бұл дегені Барселона проблемаларын, осы Барселонаның жалпы мәселелерін бұл нүкте қойды деген сөз емес. Себебі Мессидің өзі интервьюінде айтып өткенде, сол қалатындығы жайындағы интервьюінде Бартомеудің президенттігі дәл қазір катастрофа деді және ол өте дұрыс, оны мен айтпасам да белгілі нәрсе. Жалпы және Бартомеу осы бір Мессиді алып қалғаны өзінің Барселона директор болып жүрген мансабындағы ең үлкен сол бір атқарған жұмысы десек болатын шығар. Себебі бір трансферлік ауысым кезінде Луис Суаресті де, Лионель Мессиді, Иван Ракетичті, Артуро Видаль сияқты ойыншыны бір трансферлік ауысым кезінде командадан кеткені, ол әрине кез келген директор үшін, кез келген спорттық директор үшін ол өте үлкен соққы. Барселона үшін өте қатты соққы. Себебі Барселона сияқты статусы жоғары командадан ондай ойыншылардың бір ауысымда кетуі, ол бұрын соңды менің есімде қалған емес екен. Тек Рональдиньо мен Деко 2008 жылы кеткенін білем. Жалпы басқа есімде жоқ. Жалпы Бартомеудің енді сайлау кезінде сайланбайтындығы белгілі. Бартомеуді ешкім екінші рет директор қоймайды. Ендігі Бартомеудің бар сол бас қатыратын ісі сол өзінің сайлауға дейін өз орнын лайықты жүргізе білу. Дәл қазір Мессимен конфликтіге түспеу, ол әрине Барселонаның жанкүйерлері кімнің жағын алатындығы белгілі. Ол айтпастан ақ енді Бартомеуге сол өзінің проблемаларын шешіп, келесі өзінің жаңағы орнына келетін адамға өз орнын лайықты етіп тапсыру. Бірақ алайда Мессидің қалғаны немесе Суаресте қалатын шығар. Бірақ бұл Барселона айтып өткенде Барселонаның проблемаларын жоққа шығармайды. Келесі жыл мүмкін Барселона Ла Лиганы жеңер, Испания кубогын жеңер, тіпті Барселонадан треблды де күтуге болады. Жалпы Барселона сондай ол нәрсені жақсылап кірсе істей алатын клуб. Алайда требл жасаған күннің өзінде Барселонаның проблемасы күйінде қалады. Ол белгілі нәрсе. Дәл қазір Филиппе Каутиньо командаға қайта оралды. Жалпы Иван Ракетич енді кетіп тынды. Толыққанда Иван Ракетич Севильяның ойыншысына айналды. Енді Луис Суарес қалуы мүмкін. Алайда келесі жылғы маусым Барселона үшін не болатындығы тіпті Мессидің өзіне де белгісіз десек болатын шығар. Енді ол Мессидің қас-қабағына, көңіл күйіне байланысты нәрсе. Және осы жерде қысқаша тағы да айта кететін нәрсе, ол
Брахим Диас немесе Мадридтік Реалдың шабуылшысы ма, шабуылдаушы, қорғаушысы, жартылай қорғаушысы ма, жалпы Миланға ауысуы, жаңа осыдан бірнеше сағат алдын жалға берілуі, және Хамес Родригестің, Карло Анчелоттидің Эвертонына баруы. Жалпы бұл тақырып туралы негізі бір-екі күннен кейін мен басқа видеода айтуым керек болатын, алайда бүгін кішкене шет жағасын шығарып кетейін. Жалпы өкінішке орай Хамес Родригес жайында айта кетейін. Толыққанды 2014 жылғы әлем чемпионатынан кейін, Реалға ауысқаннан кейін Хамес Родригес 2014-2015 жылғы бір жақсы маусым көрсетті да, одан кейін өкінішке орай тек қана өзінің әлсіздігін көрсетумен болды. Ол Зиданның қол астында да, ол тіпті Баварияға жалға барғанның өзі Хамес Родригестің сондай бір нар тәуекелге барамайтындығын көрсетті. Себебі сол уақытта Хамес Родригеске Манчестер Юнайтедте, Интерде, Челсиде қызығатын кез келген команданың өзіндік Месси болып кете алатын командалар қызықты да, алайда Хамес Родригес жай ғана Баварияны таңдағандығы сол уақыттың өзінде таңғаларлық болды. Және осы бір нар тәуекелдік жасай алмайтындығы мінекей негізі Карло Анчелотти мен Хамес Родригестің мансабын кішкене ұқсастығы осы жерде. Екеуі де өкінішке орай өздерінің дұрыс шешім қабылдай алмаушылығының арқасында екеуі де ағылшын премьер-лигасының тіпті Еврокубоктарға да таласпайтын командаларына біреу бапкер, біреу ойыншы болып келіп қалды мінекей. Өкінішке орай сол бір голмен әлем чемпионатындағы жұлдыз болып кету көп адамның қолынан келмейтін нәрсе. Жалпы Хамес Родригесті осы жерде әрине өкінішке орай кішкене салқынқандылықпен жұмысқа деген жауапкершілігінің жетіспеушілігінен айыптау керек деп ойлаймын. Ал Карло Анчелотти өкінішке орай сол бір Жозе Мауриньоның немесе басқа да сол бір өздерінің функциясы ескірген бапкерлердің қатарына қоссақ болады. Себебі соңғы бір 5 жылда сол Реалдан кеткеннен кейін нәтиже жоқ, өзгеріс жоқ Карло Анчелоттиде. Солай, жалпы Қазақстан ұлттық құрамасы жеңісі, Месси туралы. Жалпы бүгінгі тақырып осымен бөлісе кетейін дедім сіздермен қысқаша. Мен егер видеоларым ұнап жатса, лайк басып, арнаға тіркеліп, өздеріңіздің ойларыңызды қалдырып кетсеңіздер болады. Жалпы міне осылай. Сіздермен болған мен, Ботиньо KZ арнасы.